Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман, сізбен бірге Күлән Бейсенбайқызы сабағымызға қош келдіңіз. Бүгін біз сізбен бірге оқушыдан немесе әріптестерімізден кері байланыс алудың жолын қарастыратын боламыз. Сонымен қатар бұл платформада сабақты қорытындылауға, пысықтауға және үй жұмысын тексеруге болады. Қазір құндылықтар мекені атты ашық сабақ бойынша кері байланысқа назар аударайық. 7 адам жауап берген және қандай диаграммалар жасап берді бізге бұл платформа. Мына жерде кімдер жауап бергендігі туралы почталары кетті. Ары қарай оқытушының өзін таныстыруында да техника болды. 5 жұлдызды басыпты және 100% көрсетіп тұр. Сабақтың тақырыбы мазмұнына сай, осылай диаграммалар кете береді. Егер 100% болса барлығы боялып тұрады. Мына жерде 9-10 ең жоғары балл, 7-8 дегенді қойған екен бір адам. Сондықтан бұл жерде мына 14,13% ол бөлек көрсетіп тұр. Және тағы бір жерде қазір, мына жерде де сабақтағы әдіс тәсілдер әр білім алушының оқуға белсенді қатысуына негізделген. Бұл жерде де бір адам 7-8 деген балды белгілеген. Соңында ашық сұраққа осындай жауаптар берген қысқа ғана. Бұл өзіңізге қандай сабақтан өзіңізге қандай ақпарат алдыңыз? Жаңа техникалармен топтасып жұмыс жасау түрлерін білдім, жаңа әдіс тәсілдермен таныстым деп, сабақ сылдыр сөзден гөрі іс-әрекетке бағытталған құндылыққа бай дейді. Яғни осы сияқты өз пікірлерінде білдіруге болады. Енді бұл платформада қалай біз жұмыс жасаймыз? Ол үшін бізде Gmail почта болу керек. Және сол почтада мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 9 нүктені басамыз. Оң жағындағы осы жерден диск деген тауып аламыз. Создать дегенді басып, осы жерде Google формы дегенді ашамыз. Новая форма дегенге өзіңіздің тақырыбыңызды жазасыз. Бақылау жұмысы дейік. Енді осы жерде вопросы деп тұр, бұл біздің құрастыратын сұрақтарымыз, ответы біздің шәкірттеріміздің берген жауабы, настройки қазір біз оны жасаймыз. Алдымен сұрақтарды құрастырмас бұрын настройкиға кірейік. Настройкидің ішінде тест алатын болсақ, мысалы бақылау жұмысы, немесе қорытынды бақылау, сабақты бекіту, пысықтау барлығында да тест алуға болады. Тест дегенді басамыз. Егер де ашық сұрақ беретін болсаңыз, после ручной проверки. Ал егер ашық сұрақ болмаса, барлығы таңдау болатын болса, онда публикация оценок сразу после отправки дегенді басуға болады. Біз после ручной деп басайық. Одан кейін біздің шәкірттерімізге, яғни респонденттерімізге не көрініп тұру керек? Незачтенные ответы дейді, яғни өздері қандай сұрақтарға жауап дұрыс жауап бермеді, сол көрініп тұрады. Егер ол көрінбесін десеңіз, мынаны былай өшіріп тастауға болады. Дұрыс жауаптарды әдетте мен көрсетпеймін, артынан нәтижесін жібергенде барып көре алады. Баллы за ответы оны көрсетіп қоюға болады. Және максимальный балл за вопрос по умолчанию бұл жерде 2-10-5 өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоясыз. Сонымен қатар по умолчанию собирать адреса электронной почты. Егер де бұл сауалнама болмаса, онда міндетті түрде подтвержденный немесе данные респондентов десеңіз болады. Және настройки вопросов по умолчанию дейді. Бұны да обязательный деп басып қойған дұрыс. Тағы бір көрсете кететін нәрсе, ол презентация дегенді басып, перемешать вопросы араластырып тастасаңыздар, мысалы сыныпта 30 бала болса, олардың алдында 30 түрлі вариант сияқты болып шығады. Мысалы, бірінші сұрақ келесі адамда 3-ші болуы мүмкін, 10-шы сұрақ басқа адамда 11-ші болуы мүмкін. Содан кейін показывать ход выполнения, бұны да көрсетсеңіз де, көрсетпесеңіз де бәрібір. Текст подтверждения дейді, бұл жерде изменить дегенді басып, жауап беріп болған соң шәкіртімізге қандай жауап шығу керек. Немесе жауабыңызға рахмет, сізге сәттілік тілеймін дегенді жазып қоямын. Сохранить дейміз, сонда тапсырманы орындап болғанда оларға осы жауап шығады. Показывать ссылку для повторного заполнения формы, егер бұл бақылау болса, оны өшіріп тастау керек. Посмотреть ответы, бұлардың барлығы сіздің жеке өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Егер де нәтижелермен бөліскіңіз келсе, онда осыны басып қоясыз. Сөйтіп,
біз настройканы жасадық. Енді вопросы дегенге барайық. Мысалы, мына жерде описаниесінде, сипаттамасында жазасыз, иә? Немесе бұл жерде қанша балл алынатынын, қандай шарттарыңыз бар, соны да жазып қоюға болады. Электронная почта бұл осы жұмысты жасаған адамның поштасы автоматты түрде түседі. Мына жазуды біз өзгерте аламыз, жирный қылдырып, курсивпен астын сызуға болады. Немесе мына жерде вставить ссылку дейді, егерде бір видеоны көрсеткіңіз келсе, немесе аудионы тыңдатқыңыз келсе, осы ссылканы мына жерге басуға болады. Келесі сұрақтарға келейік. Енді сұрақтар мына жерде оң жағында қарасаңыз, один текст қысқаша ғана бір жауап беруге осыны алуға болады. Текст абзац. Один из списка бұл таңдау жасау, несколько из списка таңдау жасау. Мысалы, бір сұрақтың ішінде 5-6 немесе 2-3 жауап дұрыс болатын болса, осыны раскрывающийся список дейді, ол тізімдер ашылады. Егер де бір файлмен жұмыс жасасын десеңіз, загрузка файлов деп, өзіңіздің жұмыс төліңізден көрсетуге болады. Және бағалау үшін шкала, оценка дегендерді қоя аласыз. Бірінші сұрақ, мысалға, бірінші сұрақ дейік. Жауаптары, бірінші жауап. Енді өзіңіз толығымен жауапты жазасыз. Мен тек қана мысал ретінде екінші жауап, үшінші жауап деп осылай бірнеше жауапты беруге болады, төртінші жауап деген сияқты. Және дұрыс жауабын біз қалай көрсетуіміз керек? Бұл один из списка, тек біреу ғана дұрыс, сондықтан да ответы дегенді басып, мына жерде дұрыс жауапқа 1 балл береміз, және мысалы бірінші жауап ол осы сұрақтың дұрыс жауабы. Келесі екінші сұрақты қосайық, добавить вопрос, мына жақта мені басамыз. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ ол несколько из списка дегенді алайық, яғни осы сұрақтың ішінде 2 дұрыс жауабы бар деп есептейік. 1-2 деп мен жылдамырақ болу үшін сандарменен. Осы 5 жауаптың ішінде 2 дұрыс ответы дегенді басамыз. 2 балл, және мысалы екіншісі, 5-шісі дұрыс деп есептейік. Готово дегенді басу керек міндетті түрде. Келесі үшінші сұрақты қосамыз. Қысқа жауап берсін мысалы, один из списка емес, текстек. Мысалға, үшінші сұрақтың жауабын жазыңыз. Осы жерге қысқа жауапты береді. Ответтің ішіне өзіңіздің дұрыс жауабыңызды мына жерге правильный ответ дегенге жазып қоюға болады. Мысалы, екінші жауап немесе тағы ары қарай жаза бересіз. Екінші, үшінші нұсқаларында жазып қоюға болады. Және мына жерге балды қанша десе 2 немесе 3 балл дейік. Сұрағыңыздың жеңіл немесе күрделілігіне қарай балды өзіңіз бересіз. Готово дегенді басамыз. Келесі бізде тағы да бір сұрақты қосайық. Текст абзац дейді. Бұл жерде өзінің ашық ойын, пікірін білдіретіндей сұрақ қоямыз. Ашық жауапты толығымен беретіндей. Мысалға, бұл бізде 4-ші сұрақ болды. 4-ші сұраққа толық жауап жазыңыз. Немесе 2 сөйлеммен, 3 сөйлеммен деп нақтылауға да болады. Және ответыға бұл жерде жеке пікірін білдіру болса, нақты ештеңке жаза алмайсыз. Ал балды, мысалы, сұрақтың жеңіл күрделілігіне қарай өзіңіз қоя аласыз. 5 балл деп қоям. Келесі соңғы тағы біреуін көрсетейік. Бұл жерден нақты өзіңізге қажетті дүниелерді алып қоя берсеңіз болады. Келесі мына жерде бір жаңа дүние қосылған екен, оценка. Осыны қосайық. Өзіңіздің беріп отырған тапсырмаңыз, немесе сабағыңыздың барысы, жалпы осы мәтін мазмұнындағы бір кейіпкерді, немесе бір мәтіннің сюжетін, тыңдалымның сюжетін, соны қалай бағалайтынын сұрауға болады. 10 жұлдызға дейін қоюға болады екен, бірақ біз 5 жеткілікті деп ойлаймыз. Егер де қажет болатын болса, 5-ді басады, егер нашар бағалайтын болса, 1-ін ғана басады, 2 немесе 3 жаңағы өзінің қалауы бойынша басады. Осылай тапсырмалар легін ары қарай құрастыра береміз, және біз бұны қалай жібереміз? Отправить дегенді басасыз. Как отправить? Егер де бақылау жұмысы болатын болса, дәл сабақтың үстінде мына сілтемені алып, короткий URL дейді. Осылай осыны копировать деп басып, осыны жібере аламыз. Егер әрбір шәкіртіңізге жеке-жеке барсын десеңіз, онда олардың почталарын жазу керек болады. Мысалға, мен өзімнің
почтамда жазатын болсам, осы сияқты өзіңізге бір тізім жасап алып, солардың барлығын копировать, көшіріп алып, мына жерге қоя салуға да болады. Форманы толтырыңыз деп жазамыз, және отправить дегенді басамыз. Отправить дегенді басамыз. Сонымен біздің бақылау жұмысымыз жіберілді. Олар орындап болғаннан кейін оны қалай тексереміз? Осы ответы дегенді басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, келесі осы почтаға түсті. Бірінші бақылау жұмысы деп, енді заполнить форму деп басады оқушы. Осы жерде мінекей менің адресім, почтам тұр. Жаңа алдында настройкидің ішінде біз жасаған болатынбыз, барлық сұрақтардың орындары ауысып келсін деп. Мына жерде енді қалай бағалаймыз, бұны артынан қалдырайық. Екінші сұрақ мысалы. Біріншідей осылай белгілеп шығамыз. 3 деп жай ғана тез жауап беріп шығайық. Мына жерде 2 балл ғой. Сондықтан да 2-і. Мына жерге менің ойымша деп қарай өзіңіздің жауабымды жазуым керек. Электронды почтамды жаздым, және осы тапсырмаларды қалай бағалайсыз? Мысалы 4 деп қояйын, мен деп отправитті басамын. Міне жауабыңызға рахмет, сізге сәттілік тілеймін деп жаңағы біздің жазғанымыз алдымыздан шықты. Енді бұны тексеріп көрейік. Мына жерде міне ответы дегенді, тексеру үшін ответы дегенді басамыз. Бір жауап келді. Отдельный пользователь деп бассақ, міне кімнен менен келгендігі көрініп тұр. Результат не опубликован дейді, яғни әлі жіберілген жоқ. Біз оны тексеріп алуымыз керек қой бірінші. Мына жерде міне өз автоматты түрде мен дұрыс жауап бермеген, бірінші жауап емес, 4-ші жауапты бастым, 0 балл беріп тұр. Екеуі де дұрыс емес, тағы да 0 балл беріп тұр. Егер де дұрыс болатын болса, 2 мен 5-ті басатын болсам, онда ол 2 баллды берер еді. Үшінші сұрақтың жауабын дұрыс жазыңыз дейді. 3 деп жаздым. Бұны қолмен тексеретін болғандықтан, дұрыс деп есептейтін болсақ 2 баллды қоямыз. Егер дұрыс емес болса, 1-ді. Қателер болса, қателеріне қарай 1-ді, немесе мүлдем дұрыс емес болса, 0-ді қойып, ары қарай. 4-ші сұраққа толық жауап жазыңыз. Толық жауап жазған деп есептейік. 5-ті қоямыз да. Мына жерде мінекей 4-пен бағалапты. Сохранить дейміз. Сохранить. Енді қараңыз, 11-ден 6 алды. 11 балдың 6 алынған алды. Бұны біз отправить результаты деп жаңағы шәкіртімізге жібереміз. Мына жерде мінекей почтасы шығып тұр. Опубликовать по электронной почте. Осылай кетті. Осы жерде шәкіртіміздің алған балы 6 балл, 11-ден 6-ны алды. Қандай пайыз бағаны қалай қоямыз? Яғни біз 6-ны 11-ге бөлеміз. 11-ге бөлеміз сол кезде. Яғни біздің шәкіртіміз 100%-дің 54,5-ін ғана алып отыр деген сөз. Кез келген бақылау жұмысты, немесе тыңдалым, оқылым бойынша үй жұмыстарын құрастырып, тез арада жауапты ала алады екенбіз. Егер де ашық сұрақ қоймайтын болсақ, шәкірттеріміз бірден дұрыс жауапты өздерінің бағаларын көре алады. Бұл платформамен жұмыс жасау сізге жеңіл әрі пайдалы болады деген сенімдемін. Сәттілік тілеймін. Егер сізге ақпарат ұнаған болса, пікір жазып, лайк басып кетіңіз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.